Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не білесің? Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не білесің? Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы. Туған жері бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезіндегі Ақкелін ауылы, қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым Павлодардағы Орыс қазақ мектебінде, Семей мұғалімдер семинариясында, кейін Томск технологиялық институтының Тау-кен факультетінде геологиялық барлау мамандығы бойынша білім алды. Оқуын аяқтағаннан кейін бар өмірін Қазақстанның минералдық ресурстарын және рудалық кендер генеалогиясын зерттеуге арнады. Оның қалдырған ғылыми бай мұраларының ішінде жезқазған кені туралы зерттеулерінің, Сарыарқаның металлогендік және болжам карталар жөніндегі еңбектерінің маңызы ерекше. Жезқазғанның ірі мыс рудалы аудандар қатарына жатуы, кезінде осы кеннің жоспарлы түрде кең масштабтағы барлау жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі объект екенін дәлелдеп берген Сәтбаев еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ ол минералдық шикізатқа бай Сарыарқа, Кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау секілді аймақтарды да ерекше зерттеді. Олардың кендерінің стратиграфиясы, тектоникасы, құрылысы, металлогениясы, неохимиясы және шығу тегі туралы маңызды ғылыми қорытындылар жасады. Ғылымға формациялық металлогендік анализдің кешендік әдісін енгізді. Ол Қарағандыда металлургиялық зауыт салуға, Қостанай, Алтай темір және марганец, Қаратаудың фосфорит кендерін және осылар секілді көптеген ірі нысандарды игеруге, Ертіс Қарағанды каналының қазылуына, біраз ғылыми зерттеу институттарының ашылуына тікелей араласып, зор еңбек сіңірді. Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Академик Қаныш Сәтбаевтың көп қырлы талантының жарқын көрінісі, ол ғылыми жұмыстардың ұлы ұйымдастырушысы бола білді. Оның халқына мұраға қалдырған қазынасы, іргесін өзі қалаған ғылым ордасы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы. Қаныш Имантайұлы бұл ғылыми ұйымдастырушылық жұмысқа 1941 жылы шақырылды. Осы жылы КСРО ғылым академиясының қазақ филиалының орынбасар басшысы болып сайланды. Ол сол кезде КСРОға кірген Күншығыс республикалары халықтары өкілдерінен шыққан тұңғыш академик еді. 1946 жылы 1 маусымда КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы негізінде Қазақ КСР-ның ғылым академиясының, қазіргі Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ашылуы республика өміріндегі аса маңызды оқиға болды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев академия президенті ретінде ғылым мен өндірісті байланыстыруға, ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізуге үлкен мән беріп отырды. Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа мәдениет саласында тарихта қалдырған еңбектері мол. Шоқан Уәлиханов жазып алған Едіге жырын мәтініндегі қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сөздерінен тазартып, қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Ғұлама ғалым Ұлытау өңіріндегі басты тарихи, мәдени, археологиялық ескерткіштерді зерттеді. Жезқазған Ұлытау өңірінен көптеген этнографиялық мұраларды жинап, Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегін жазды. Онда Ұлытау өңірі ежелгі металлургия орталығы болуымен қатар, қазақ этносының саяси орталығы екені де толық дәлелденген. Қазақ орта мектебінің төменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған алгебра оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған Александр Затаевичтің қазақтың 500 әні мен күйі жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының әнжу маржаны болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Жоңғар Алатау жотасындағы мұздақ пен шың,
Қаратаудағы ванадий кен орны рудаларында табылған Сәтбаевит минералы, академик Сәтбаев гладиолус гүлі Қаныш Имантайұлының құрметіне қойылған. Кіші планетаға және көшелерге Сәтбаев атамыздың есімі берілген. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сан қырлы талантын, ақыл-ой парасатын туған халқының мерейін үстем етуге жұмсады. Оның өнегелі өмір жолы баршамызға үлгі. Белгілі қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың сөзімен айтсақ, Қаныш қазақ топырағында туып, халқының ыстық ықыласына бөленіп ер жетті де, сол халқының даңқын бүкіл әлемге көтерді.